Әлеуметтік желілерде арбау. Бұл абайламаған жаһандық желі пайдаланушыларын күтетін қауіптің бірі. Тыйым салынған террористік ұйымдардың ақпараттық белсенділігі оларға жеке қарым-қатынасқа түспей-ақ, санасы бекімеген жастарға өз идеяларын насихаттауға және радикалды көзқарасты қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік желілердегі жаңа танысыңыз өзі жайында айтқандай емес, мүлдем басқа адам екендігін қалай білуге болады? Олар сіздің жеке мәліметтеріңізді барынша көп жинауға тырысады. Сіздің дүниетанымыңызды, өмір салтыңыз бен жеке байланыстарыңызды білу арбаушыларға сіздің психологиялық портретіңізді жасауға мүмкіндік береді. Олар сіздің барлық мәселелеріңізді шешетін әмбебап тәсіл бар екендігін жиі айтады. Мен саған көмектескім келеді, немесе саған қалай көмек керек екендігін сен елестете де алмайсың. Сынайлы сөздер күдік тудыруы керек. Арбаушы сіздің қалыпты өміріңізді өзгертуге тырысады. Ескі достарыңызбен байланысыңызды үзіп туыстарыңыздан алшақтатады. Оның негізгі міндеті сіздің дүние танымыңызбен осыған дейінгі өміріңізбен байланыстыратын барлық затқа күмән тудыру. Арбаушы сіздің әлемге деген көзқарасыңызды түбегейлі өзгертетінін айтып, сізді видео, аудио немесе баспа материалдармен қамтамасыз етеді. Сақ болыңыз. Алған ақпараттарды қайта тексеріңіз. Әлеуметтік желілерде жеке деректерді жарияламаңыз. Өз проблемаңызбен тек жақын адамдарыңызбен ғана бөлісіңіз. Өзіңізді адастыруға жол бермеңіз.